Отбасыңызға колбасаның орнына тіл ұсыныңыз. Кәдімгі малдың тілі. Себебі тіл таза бұлшық еттен тұратын субөнім болып табылады. Ол ақуызға, витаминдерге және минералдарға бай. Тілдің калориясы төмен, етке қарағанда тез қорытылады. Бұл субөнім адамның микроэлементтерге деген тәуліктік қажеттілігінің жартысын қамтамасыз етеді. Сиыр тілінің құрамында темір көп болғандықтан, оны анемия кезінде ұсынылады. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осы тілдің дұрыс пісірілу жолдарын және оның пайдасын көрсеткім келіп отыр. Бізге кез келген малдың тілі, яғни жылқы, сиыр, қой, ешкі, түйе тілдер болса да бола береді. Мендегі жылқы тілі, алдымен осы тілді жақсылап салқын суға жуып алдым. Естеріңізде болса, жақында ғана баланың қосымша тамағы жайлы пайдалы видео шығарған болатынмын. Жалпы дәл қазір өмірім баламен байланысты болып жатқан соң, балаға берілетін пайдалы астың қаншалықты маңызды екенін сіздерге әлі де түсіндіріп келемін. Балаңызға кішкентай кезінен дұрыс тамақтануды үйретіңіз. Әсіресе ет өнімдеріне келгенде көп ата-ана қателік жасап жатады. Балаға жартылай піскен шұжықтар, колбаса, сосиска, ветчина сияқты организмға зиян өнімдерді бергенше балаңызға тіл беріңіз. Тілді жақсылап жуып алған соң қазанға салып, тіл батып тұратындай мөлшерде су құйып, газға қойып, бірнеше минуттан кейін көбігін алдым. Бұл тілді де ет асқандай асамыз, бірақ бір өзгешелігі бар екенін де айта кетейін. Бір қайнатып алғаннан кейін суын төгіп тастаймыз, қайтадан су толтырып қайнатамыз. Су қайнағаннан кейін жаңағы тілді салып, көбігінен тазалап алып тастаңыз. Ескерте кетейін, қайнаған су қолданса болады. Тіл қайнағаннан кейін қалауыңызша лавр жапырағы, бұрыш бұршақтары, тұз, пияз, сәбіз қосуға болады. Тілді үлкендігіне қарай 2,5-4 сағат қайнату қажет. Менікі жас малдың тілі болғандықтан 2,5 сағатта қайнап пісті. Егер тілді балаңызға беруге дайындасаңыз, тіл жұмсақ болу үшін тілді сорпасында суытыңыз. Немесе тілді алған соң холодильникте мұздатылған мұздай суға салу қажет. Сол кезде тілдің терісі тез алынады. Дайын тілді холодильникте 2 күн, морозильникте 3 ай сақтауға болады. Мал тілінің адам ағзасына пайдасы. Мал тілі дәмді әрі қоректік тағам болып саналады. Оның құрамында маңызды қоректік заттар мол. Ақуыз, бұлшық еттер мен тіндердің қалпына келуін қолдайды. Майлар, энергия көзі, бірақ тұтыну мөлшерін бақылау керек. Себебі құрамында қаныққан майлар бар. Витаминдер, В12 дәрумені қан түзуші жүйені қолдайды. Жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Энергия деңгейін арттырады. В2 рибофлавин метаболизмге көмектеседі және тері мен көру қабілетін жақсартады. Фолий қышқылы, яғни В9 жүктілік кезіндегі ұрықтың дұрыс дамуына ықпал етеді. Минералдардан темір қан аздықтың алдын алып, гемоглобин деңгейін көтереді. Мырыш иммунитетті көтереді, жаралардың тез жазылуын қамтамасыз етеді. Фосфор сүйек пен тістердің беріктігін сақтайды. Магний жүйке жүйесі мен бұлшық еттердің қызметін реттейді. Мал тілі хирургиялық операциядан кейін немесе аурудан әлсіреген адамдарға ұсынылады. Себебі ол оңай сіңіріледі және денені қуатпен қамтамасыз етеді. Мал тілі пайдалы болғанымен, оның құрамында холестерин мен май мөлшері жоғары болуы мүмкін. Сондықтан оны шамадан тыс қолданудан сақ болған жөн. Мал тілі өте қоректік болса да, оны тұтынуды шектеу қажет. Кейбір жағдайлар бар. Холестерин деңгейі жоғары адамдар. Сиыр тілінде қаныққан майлар мен холестерин мөлшері көп, бұл жүрек қан тамырлар жүйесіне әсер етуі мүмкін. Семіздікке бейім адамдар. Калориясы жоғары болғандықтан артық салмақ мәселесін туындатуы ықтимал. Аллергия. Кейбір адамдарда етке аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Осы атап өткен жағдайлардағы адамдарға мал тілін тұтынуға болмайды. Мал тілі денсаулыққа пайдалы әрі құнарлы тағам. Ол дұрыс дайындалған жағдайда организмге ақуыз, темір, В тобының дәрумендері мен маңызды минералдарды жеткізеді. Дегенмен оны шамадан тыс қолданудан аулақ болып, теңгерімді тамақтану принциптерін сақтау ұсынылады. Бүгінгі ақпарат пайдаларыңызға жарасын, баршаңызға мықты денсаулық тілеймін.